Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға салқын сары майымызды саламыз. Үстіне електен өтілген ұнымызды салып, жақсылап үгітеміз. Дәл осылай үгітіп аламыз. Сосын үстіне шекерімізді саламыз. Разрыхителімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Егер де қамырымыз жабысып, сұйық болып жатса, кішкене ұн салып, қамыр илеуімізге болады. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Қолымызға жабыспайтындай жұмсақ болып шықса болды. Осындай жұмсақ болып шықты. Енді сүзбелі салмамызды дайындаймыз. Сүзбенің үстіне шекер қосып, және де бір жұмыртқа қосамыз. Біраз қасық қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ыдысымызды қоямыз. Мен пирогтың пішінін домалақ етіп жасаймын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Төртбұрышты немесе домалақ етіп. Қамырымызды екіге бөліп алып, жартысын астына жайып шығамыз. Сосын қасықпен барлық жағын тегістеп шығамыз. Екінші жарты қамырымызды алып, шет-шетіне қойып шығамыз. Болған соң осылай қолымызбен басып шығамыз. Ал шеттерін қасықпен тегістеп шығамыз. Дайын болған соң үстіне сүзбелі салмамызды саламыз. Сіздер үстіне сәндік ретінде әртүрлі жемістерді қолдансаңыздар болады. Мен шиенің вареньесін алып қолдандым. Сосын қызып тұрған пешімізге салып, 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.